Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Оңғардың оңғар арнасында кезекті шығарылым. Бүгін көліктерді тіркеуге қатысты жаңа ақпаратпен бөліскелі отырмын. Қазір енді Қазақстанда конструктор автокөліктерді тіркеуге қоюға рұқсат берді деген ақпарат шығып жатыр. Үкімет осындай қаулыны қабылдады, қол қойылды. Енді конструктор көліктерді де тіркеуге болады. Дегенмен ол өзге елдерден тіркеліп жатқан көліктерге қарағанда бірқатар ерекшеліктері, өзгерістері бар. Алдымен бұл көліктерді тіркеу үшін қандай құжаттар қажет? Елге қосалқы бөлшек ретінде әкелінген автокөліктерді тіркеу кезінде қиындықтарға тап болды. Бұл мәселені шешу үшін азаматтарға автомобильдер деп аталатын конструктор заңдастыруға және алғашқы тіркеу жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ережелер жасалды. Бірінші өтініш, екінші ішкі істер органдарының уәкілетті қызметкері берген көлік құралын тексеру актісі. Біріншісі, өтініш қажет, өтініш жазу керек. Бұл өтініштің мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып жазуға болады. Сосын егов арқылы онлайн жіберуге болады. Және тағы бір тәсілі, екінші деңгейлі банктердің қосымшалары арқылы, яғни Каспий KZ немесе халық банктің қосымшасы арқылы бұл өтінішті жіберуге болады. Ал екінші талап етілетін құжат, бұл дегеніміз, енді қарапайым тілмен айтқан кезде, сверка номері кузова ғой, сверка жасайды. Ангарға кіргізіп, арнайы халыққа қызмет көрсету орталықтарында мамандандырылған тексеретін ангарлар бар ғой, сол жерге жүріп кіргізіп, көліктің қазіргі құжатымен пайдаланып жүрген нөмірінің сверкасын жасап, сол анықтаманы беру керек. Криминалистер жасайды оны. Үшінші, техникалық байқаудан өткендігі туралы диагностикалық картасы болу қажет. Бұл жерде енді ерекше түсіндіріп өту керек. Қараңыз, бұл көлік Қазақстанға көлік ретінде кірген жоқ. Конструктор, ол қосалқы бөлшек ретінде кірді. Сондықтан ол мініп жүрген иесі, яғни сіздің өзіңіз үшін ол көлік қауіпсіз екенін дәлелдеу керек. Және сіз жолда өзіңіз жалғыз жүрмейсіз ғой, қасыңызда көліктер өтеді, пешеходтар болады. Соларға көлік қауіпсіз, яғни қозғалтқышы кез келген уақытта от алады, жүреді, рамасы бір күні шіріп кетпейді, немесе мынау қисық емес, не болмаса тежегіші ұстайды деген сияқты, оның АБС бар, СРС бар деген сияқты кез келген талапқа, техникалық талапқа сай келе ме, жоқ па, соны тексеріп, шынымен бұл көлік, төрт дөңгелегі бар, жүреді, тоқтайды деген нәрсе ғой, ешкімге қауіпті емес. Сондай анықтама алу керек ол көліктерді тіркеуге қою үшін. Бұл Қазақстанға көлік ретінде кірген басқа көліктерден қарағанда бұл ерекшелігі осы. Ал төлеміне келетін болсақ, төлемінде өзгеріс жоқ, 200 мың теңге. Бұған дейін енді ең басында президент тапсырма берген кезде айтты ғой, кедендік тазартудан өткен көліктер деп. Ал шынын айтқан кезде бұл конструктор ретінде кірген көліктер, олар кедендік тазартудан өтпеген. Дегенмен ол да 200 мың теңгеге рәсімделейін деп жатыр. Енді ең негізгі ерекшеліктері мынадай. Ағымдағы жылдың 9 қаңтардағы номер 13 қаулыға енгізілген өзгерістерге сәйкес Қазақстанға қосалқы бөлшектер түрімен әкелінген және кедендік тазартудан өтпеген автомобильдерді тіркеу туралы куәлікте меншік құқығына өзгертуге тыйым салу және автокөлікті тек Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат беру туралы жазба көрсетіледі. Мұндай көлік құралдарын алғашқы тіркегені үшін салым мөлшерлемесі 200 мың теңгені құрайды. Яғни бұл көліктерді сіз өзіңіздің атыңызға түсірдіңіз ба? Болды, сіз оны ешкімге сата алмайсыз, ешкімнің атына қайта аудара алмайсыз. Оны техникалық паспортында, техпаспорт дейміз ғой, техникалық құжатында жазылып тұрады. Біреудің атына түсіруге, басқа адамның, екінші адамның атына түсіруге мүмкіндік болмайды. Және ол көлікті жаңағы сертификат берілді ғой, қауіпсіздік сертификаты. Ол Қазақстанда берілді. Ол халықаралық стандарттарға сәйкес келеді деген сертификат емес. Сондықтан бұл көлікпен тек қана Қазақстанның аумағында ғана жүруге рұқсат етіледі, шетелге шыға алмайсыз.
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі мәліметтері бойынша шетелдік автокөліктерді заңдастыру науқаны басталғаннан бері 14 мыңға жуық осындай көлік құралдары анықталғаны мәлім. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, пікір жазыңыздар, жауап беруге тырысамын. Білмейтінімді Ішкі істер министрлігінің немесе құзыретті органдардан сұрап тағы бір шығарылым жасауға дайынмын. Әзірге осы арнада жолығайық, амандық болсын.